Ертеде бұлды деген аңшы болыпты. Өзі әрі мерген, әрі қарулы, ақылды, ер жүрек адам екен. Бір күні ол аңға шығады. Қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырып, оның арғы жағасынан жарқырап көрініп тұрған бір нәрсеге көзі түседі. Байқап қараса, үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Мүйізі күнге шағылысып жарқырайды. Тіпті көз қаратпайды. Бұлдымерген өз көзіне өзі сенбей таңдана қарайды. Шын киік, екі мүйізі қарағайдай алтыннан жаралған екен. Ол атып алмақ болып мылтығын кезейді. Сонда алтын мүйізді киікке тіл бітіп, «Сабыр ет, балам» деп Бұлдымергенді тоқтатады. Бір мезетте киік алтын мүйізді ақ сақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды, ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдымерген бұл ғажапқа таңдана қарайды. Осы тауда Бұлдымерген деген атақты аңшы батыр бар. Соны іздеп шығып ем. Оны білмейсің бе, балам, дейді ақсақалды шал. Сіз іздеген Бұлдымерген мен боламын, дейді аңшы. Рұқсат болса, балам, сені іздеп шыққан шаруамды айтайын. Айтыңыз, дейді мерген. Менің балам жер асты елінің ханы. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болды. Сол сайда бір 7 басты айдаһар мекендеп келеді. Жұма сайын бір ұл, бір қыз 10 мал алғызып жейді. Салығыма көнбесең, бүкіл қалаң мен адамыңды жұтам деп қорқытады. Сол сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір жаны барды тірі жібермейді. Осы қарғыс атқыр айдаһарға ешкімнің де күші жетпей қойды. Талай ер жүрек батырларымыз мерт болды. Еліміздегі көріпкел қария оны тек Бұлдымерген ғана жеңеді деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма деп өзіңді іздеп шығып едім, деді ақсақалды шал. Жарайды деп, Бұлдымерген сауыт сайманын дайындап, алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жер үсті мен астын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына келеді. Келісімен Бұлдымерген бойына бар күшін жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алып, айдаһар жатқан сайға қарай бет алады. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Бұлдымерген қаһарланып, семсерді беліне көлденең ұстап, күшті леппен тартып жатқан айдаһарға қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бір-ақ апарады. Өткір семсер жауыздың екі езуін тіліп, қимылдауға шамасын келтірмей өлтіреді. Айдаһардан жапа шеккен жұрт қуанып, батырды құрметтеп қалаға келеді. Халық Бұлдымергенге риза болып алғыс айтады. Оның ерлігін көрген алтын мүйізді шал, сенің өзің шаруаның баласы екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Егер қарсы болмасаң, осы жерде қал. Бізде дүние, мал деген жетеді. Жүр, көрсетейін, дейді. Батыр оған ереді. Қаладағы бүкіл үлкен сарайлар хандікі екен. Бәрінде алтыннан жасатыпты. Тек осындай өте бай сарайлары бар қаланың көшесінде қайыршылар көп екен. Оларға хан ешқандай көмек көрсетпейтін секілді. Жалғыз алтын мүйізді шал ғана баласынан жасырып қайыршыларға аздап қарасатын көрінеді. Осы көріністі көрген Бұлдымерген елін, ондағы кәрі әке шешесін, көршілерін есіне түсіреді. Олардың бәрін Бұлдымерген аң аулап асыраушы еді. Енді олардың көрген күні не болмақ? Соларды ойлап, батырдың қабырғасы қайысады. Жоқ, ақсақал, еліме қайтайын. Асыл дүние өз елімнен де табылады. Бұл ұсынысыңызға рахмет деп, Бұлдымерген алтын мүйізді шалдан рұқсат алып, еліне қайтады. Өз жеріне қайта оралған Бұлдымерген туған жердің қандай ыстық болатынын түсінеді. Елі үшін қызмет көрсетуден жалықпайды. Бұрынғысынша аң аулап, ауылын асырап жатыр деседі.